Түркістан облысы, Арыс қаласы, Мұхтар Әуезов атындағы мектеп-гимназиясының география пәнінің мұғалімі Мелдеханова Ботагөз Мысырхан қызы. Сәлеметсіңдер ме, балалар? 11-ші сынып география пәні. Сабақтың тақырыбы ғаламдық экономикалық, экологиялық проблемаларды шешу жолдары. Сабақтың мақсаты ғаламдық экономикалық, экологиялық проблемаларды шешудің негізгі жолдарын анықтайды. Табиғатты тиімді пайдалану жолдарын біледі. Құрметті оқушылар, мына бейнебаянды көріп, ғаламдық экономикалық, экологиялық проблемаларды шешу жолдарын қарастырамыз. Адамзат қоғамының табиғатпен қарым-қатынасы қазіргі заманның ең маңызды проблемаларының біріне айналды. Адам жерде пайда болған кезден бастап, оның биосфераға тигізетін әсері үнемі үдеп отырды. Бірақ тек индустриалдық қоғам және демографиялық жарылыс жағдайында ғана адам әрекетінің жағымсыз зардаптары ғаламдық сипатқа ие болды. Қоршаған орта бұған дейін ешқашан байқалмаған қарқынмен ластанып жатыр. Энергетикалық және минералдық ресурстардың сарқылу үрдісі байқала бастады. Антропогендік әрекеттің сан алуан түрлері, жануарлар мен өсімдіктердің көптеген түрлерінің тікелей немесе жанама түрде жойылуына әкеліп соқты. Табиғи ортаның химиялық ластануы, радиациялық жағдай, азық-түлік пен ауыз су сапасының нашарлауы және тағы басқа жағдайлары халық денсаулығының нашарлануына әкеліп соқты. Бір қатар ғаламдық экологиялық проблемалар пайда болды. Парниктік эффекті, озон қабатының жұқаруы, әлемдік мұхиттың ластануы, шөлдену және тағы басқасы. Адамның бұл әрекеті табиғатпен қарама-қайшылыққа түсіп, биосфера адамзат жүйесі барған сайын тепе-теңдік күйден ауытқып бара жатыр деген сөз. Нәтижесінде әлемнің көптеген аймақтарында табиғаттың динамикалық тепе-теңдігі бұзылды. Табиғи тепе-теңдікті қалпына келтіру мәселелері 1992 жылы Рио-де-Жанейрода күн тәртібіне қойылып, тұрақты даму тұжырымдамасына қол қойылып бекітілді. Ғаламдық қоғам табиғат жүйесіндегі тұрақты даму әртүрлі деңгейдегі әлеуметтік экологиялық жүйелерде динамикалық тепе-теңдікті сақтау болып табылады. Адамзат осыны неғұрлым ертерек түсініп осы жолға түссе, оның жер бетінде тірі қалу мүмкіншілігі де соғұрлым жоғары болмақ. Бұл жолда мазмұны мен болмысы әрбір жеке тұлғаның экологиялық дүниетанымын қалыптастыру болып табылатын экологиялық сауаттылық шешуші. Ғаламдық экология дегеніміз адамзатқа қатысты шешуді қажет ететін мәселелер. Ол барлық елдер арасындағы өзара байланыс, табиғатты үнемді пайдалану жолдары, ғаламдық сұрақтар, ғаламдық шешімді қабылдауды халықаралық бірлестік арқылы шешуді талап етеді. Ғаламдық проблемалардың түрлері: қарусыздандыру және дүниежүзілік бейбітшілік, табиғи ортаның ластануына байланысты экологиялық проблемалар, дамушы елдердегі халық санының өсуіне байланысты демографиялық көрсеткіштер, артта қалған елдердегі азық-түлік жетіспеуден туындайтын проблемалар, энергетикалық және шикізат проблемалары, артта қалушылықты болдырмау, артта қалған елдерге көмек, дүниежүзілік мұхит проблемасы. Проблеманың мәні: экологиялық проблема қоғам мен табиғат арасындағы қарым-қатынас нәтижесінде табиғатты қорғау мәселесі. 20 ғасырдың ортасында қоршаған ортаға түскен аса көп күштер барып туындап отыр. Себебі адамзаттың өсуі, табиғатқа деген сұраныстың көбеюі, индустрияландыру тағы басқа. Салдары: биосфераның ритмі бұзылып, адамзаттың денсаулығына қауіп төнуде. Жаңа геоэкологиялық стратегия. Экологиялық апаттың алдын алуға бағытталған шаралар жүзеге асыру табиғатты тиімді пайдалану үрдісінде жаңа көзқарасты талап етеді. Ресурс сақтаушы және қалдықсыз технологияларды дамушы елдерде
салалық және аумақтық құрылымын түбегейлі өзгертпейінше мүмкін емес. Индустриялық кезеңде басым болған жаппай өндірістің орнын әртүрлі және сапалы өнімдер жасауға бағдарланған. Тұрақты даму концепциясының тарихы және мақсаты. Тұрақты даму идеясының пайда болу негізінен адамның табиғатқа тигізетін әсерінен ұлғаюынан байланысты болды. Тұрақты даму дегеніміз қазіргі уақыттың қажеттілігін қамтамасыз ете отырып, келесі ұрпақтардың өзінің қажеттіліктерін қамтамасыз етуіне қауіп туғызбайтындай даму. Жалпы, дүниежүзілік шаруашылықтың қоршаған ортаға тікелей әсер етуінен болатын шығын әлемдік жалпы ішкі өнімнің 5-8% құраса, табиғатты қорғау мен қалпына келтіруге бөлінетін қаржы әлемдік жалпы ішкі өнімнің бар болғаны 1% ғана құрайды. Әрине, бұл көрсеткіш елдер бойынша алшақтық жасайды. Осыған орай, Зимин ұсынған елдердің экономикалық экологиялық топтамасын айқын көруге болады. Ол топтамаға экономикалық даму өте төмен деңгейдегі мүше елдер, даму деңгейі төмен елдер. Экономикалық даму деңгейі орташа елдер. Экономикалық даму деңгейі жоғары елдер. Экономикалық даму деңгейі өте жоғары елдер. Табиғатты қорғау мен ресурс байлықтарын сақтаушы технологиялар енгізудің озық тәжірибесі бар елдер. Экологиялық проблемаларды шешу жолдары. Жер шарындағы экологиялық жағдай күннен күнге шиеленісе түсуде. Бұрын соңды болмаған саяси әлеуметтік экономикалық даму үрдістерінен өзіне ыңғайлы бағыттарын таңдап, тығырықтан шығу жолын іздестіруде. Көптеген дамыған елдерде ауыл шаруашылығы өнімдерінің тазалығына сараптама жасау 1980 жылдан бастап қолға алынған. Өйткені химиялық тыңайтқыш арқылы алынған өнімдер әлде қайда арзан. Ал балалар, осы бүгінгі өткен тапсырмаларымызға орай тапсырмалар беріледі сіздерге. Бірінші тапсырма. Жоспар бойынша ғаламдық экономикалық экологиялық проблемаларына сипаттама беріңіздер. Жаңа геокологиялық стратегияның мәні, дүниежүзі елдерінің экономикалық экологиялық проблемалары. Екінші тапсырма. Кескін картаға экономикалық даму деңгейі жоғары елдер мен мүше елдерді белгілеңіздер. Үшінші тапсырма. Зиминнің елдердегі экологиялық типтерін Попф формуласына салып қарастырамыз. Төртінші тапсырма. Ғаламдық экономикалық экологиялық проблемаларды шешу жолдарын свод талдау әдістемесіне саламыз. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.